Сәлем достар. Бүгін біз үйде жасалатын KFC жасаймыз. Ол үшін тауық қанаттарын алып, жуып тазалап, тұз, бұрыш, приправа, майонез қосып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Кейін 2 жұмыртқаны жарып, кесеге дайындап аламыз. KFC-ге арналған панировочный сухари деген магазиндерде сатады. Соны тәрелкеге ыңғайлап салып аламыз. Әбден мариновкада тұрған тауық қанаттарын жұмыртқаға бұлғап, одан сухариге бұлғаймыз. Сөйтіп майға қызып тұрған майға салып, бір-бірден қуырып ала береміз. Осылайша біздің тауық қанаттарымыз дайын болады. Үйде жасаған KFC-ге жетпейді. Менің KFC-ларым өте дәмді болып шықты. Бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Лайк басып, тіркеліп алыңыз.